Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздермен ерекше дәмді өзбек ұлтының ұлттық тағамдарының бірі хамыр хасиптің рецептімен бөлісетін боламын. Түрі мантыға ұқсағанмен дәмі ерекше болады, мантыдан өзгешелеу жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, 1 шай қасық тұзымызды саламыз, 1 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Үстінен суымызды құйып араластырамыз. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описаниеден көре аласыз. Ұнымыз електен өтіп дайын тұру керек. Барлығын бірден салып жүрмейміз. Осылай аз бөлшектерінен сала отырып, жұмсақ емес, қатты емес, орташа тығыздықтағы қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илеу керек. Арасында ешқандай түйіршік, комоктар жүрмеу керек. Осылай бір келкі қамыр илейтін боламыз. Қазір біздің қамырымыз еу қану барысында тағы да біршама жұмсарып, жақсы болып тұрады. Әзірге осылай пакетке салып, шамалы тындырып қоямыз. Енді салмамызға салатын күрішімізді алып, жақсылап мөлдір таза су болғанша жақсылап жуып алып, жартылай пісіріп алатын боламыз. Бұл бізде өзгеше болады. Мантыдан ішіне салмасына күріш қосылады. Салмасының ішінде күрішіміз тірі болып жүрмес үшін осылай жартылай пісіріп алатын боламыз. Ыдысымызға күрішімізді салып, бетін жауып қайнатып, қайнап шыққаннан кейін астын басып, 15 минут пісіріп аламыз. Осы арада бізде шамамен 5 минуттай уақыт өтті. Қамырымызды алып, тағы да бір елеп, қайтадан пакетімізге салып, тындырып қоятын боламыз. Салмамызды дайындап болғанша біздің қамырымызды дайын болатын болады. Енді салмасына осындай орташа 3 пияз болса, осылай аласыз. Егер үлкен пияздар болса, онда 2 пияз да жеткілікті болады. Пиязды осылай майдалап тұрып салсаңыз да болады, немесе блендерден өткізіп салуға да болады. Енді үстіне фаршымызды тастаймыз. Фарш менде сиыр етінен басқа да еттерді алуға болады. Үстіне татымына қарай тұз, қара бұрыш және қызыл бұрыш қостым. Сіз қалауынша қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады, және тұздың мөлшерін қалауынша өзгертсеңіз болады. Енді үстінен алдын ала жартылай пісірілген күрішімізді салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Салмамыз осылай бір келкі араласқан, жақсы болып тұру керек. Осымен біздің салмамыз дайын. Ендігі осы арада біздің қамырымыздың еуі қанып әдемі болып тұр. Осылай мен қамырды екіге бөліп алдым. Қалауыңызша бірдестен жайсаңыз болады. Мен оқтауым кіші болған себепті осылай екіге бөлікке бөліп, осылай бір бөлігін салфанға міндетті түрде салып қоясыз. Егер сізде осылай екіге бөлетін болсаңыз, бір бөлігін міндетті түрде салфанға салып қайттан қойып қойыңыз. Себебі қаязып қалуы мүмкін. Енді жаңадан үйреніп жүрген қыз-келіншектер үшін шамалы қамырдың жайылу жолын көрсетіп кетейін. Ең алдымен қамырымызды осылай жұдырықпен басып аламыз. Одан кейін осылай оқтаумен айналдыра отырып, қамырыңызды айналдыра отырып, жайып алатын боламыз. Міндетті түрде осы басында жайған кезде өте мұқият болыңыз. Осы жұдырықпен жайып, кейін оқтаумен жайған кезде бір тегіс қып жаюға тырысыңыз. Себебі сіздің басында қамырыңыздың ары қарай қалай жайылуы сіздің тікелей осы басында жайған қамырыңызға байланысты. Және де жайып жатқан жеріңіз міндетті түрде тегіс болсын. Қамырыңызды оқтауға орап, ұн сеуіп отырып, сағат тілімен айналдыра отырып, бір келкі етіп жайып аламыз. Қамырдың ортасын баспаңыз, тек екі шетін басып, салмақ салмай, күш салмай осылай оқтаумен айналдыра отырып жайып алатын боламыз. Егер менің видеом сіздерге кішкене де болсын пайдалы болып жатса, менің видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Алдын ала рахмет. Менің каналымда басқа да көптеген рецепттер бар. Міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, әлде көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымызды осылай мантыға жайғандай етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Енді видеодағыдай дәл осылай гармошка ұқсатып жинақтайтын боламыз. Қамырымызды осылай жинақтап алғаннан кейін, осылай қамырымызды бірін үстіне бірін өлшей отырып, бір келкі болсын десеңіз, осылай өлшеп кессеңіз болады. Енді қамырларымызды дәл видеодағыдай етіп, араларын ашып, бірін үстіне бірін қойып, осылай жайып аламыз. Одан кейін осылай шамамен 8 см шамасында, осылай бірдей болсын десеңіз, қамырды үстіне қойып отырып, кессеңіз болады. Осылай кесіп алатын боламыз. Енді осы уақытта мантаваркаңызды астын суға толтырып қойып қойсаңыз болады газға. Әзірге осылай мантаваркамызды жақсылап майлап, дайындап қоямыз. Қамырымызды дәл видеодағыдай етіп орап шығатын боламыз. Осылай екі шетін шамалы жинастырып, екі шетін ішіне қарай қайырып, осылай орап шығатын боламыз. Барлық қамырларымызды осылай орап шығамыз. Сіздерге екі рет осылай көрсеттім. Сіздерге түсінікті болу үшін асты майланған мантаваркамызға осылай алшақтау етіп қоятын боламыз. Міндетті түрде мантаваркасы салған кезде арасына алшақтау қойыңыздар. Себебі сіздерде қазір манты пісу барысында
қамырымыз шамалы үлкейіп көлем беретін болады. Осылай бір келкі етіп кессеңіз, сіздің қамыр әсіптеріңіз бір келкі болып шығатын болады. Қамырларымызды осылай барлығын орап алғаннан кейін мантаваркамызге салып, бетіне шамалы май жағып, бетін жауып, мантаваркаге шамамен 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Егер қақпақтың тесігі болса, сүлгімен жауып қойды ұмытпаңыз. Енді подливымызды дайындаймыз. Қызып тұрған сковородкамызға майымызды құйып, үстіне пиязымызды тастап, қызарғанша 1-2 минут шамасында қуырып аламыз. Үстіне сәбізімізді тастап, тағы да шамалы қуырып алатын боламыз. Үстіне қызанағымызды салып, үстіне 1 шай қасық томат пастасын салдым, және шай қасық толтырмай тұз салдым. Қара бұрыш шамалы салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қызанақ міндетті емес, қалауынша тек қана томат пастасын қосып та қуырсаңыз болады. Қалауынша ішіндегі құрамдарын өзгертуге болады. Шамалы су қосып, осылай үстінен ас көктерімізді тастап, астын басып 1-2 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте тез дайын болады. Осы арада біздің тамағымыз да дайын болып тұр. Дәмі өте ерекше болады. Осылай тарелкаға салып, ортасына подливамызды салып, ұсынатын боламыз. Егер дәл осылай жасап көрмеген болсаңыз, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Әдеттегі мантының орнына жасасаңыз, өте керемет әрі тойымды тағам болып шығады. Достар, менің каналым сіздер үшін кішкене де болсын пайдалы болып жатса, міндетті түрде комментария қалдырып, лайк басып қолдап кетулеріңізді сұраймын, және де жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.